Өзге қыздар енді бізді оғады. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің, жақсы біздің күйіміз. Үйімізге қонамыз, жақсы жармыз оңағыз. Үйімізге қонақ келсе, бірге қонақ боламыз. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің, жақсы біздің күйімізде. No, 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 no. Кезіміз ғой өрлейтін, кезіміз ғой серілейтін. Біздер түрлі жұмыстар бар, әйел біле бермейтін. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің, жақсы біздің. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Жағдайымыз жақсы біздің, жақсы біздің күйімізде. Жақсы біздің күйімізде. Ескі таспаның енді түсірілім алаңына келген кездегі алған әсерімді айтайын. Өте ауқымды бір жоба екен, және де біздің ескі әндеріміз бір жаңа өңдеуде, жаңа деммен, жаңа леппен біздің өсіп келе жатқан ұрпаққа жететініне мен қуандым. Сол қуанышты әсер, менің ойымша. Ескі әндердің ішінен менің ойымша япырау, Алтайдың ар жағынан келген ару. Содан кейін енді мен кішкентайымнан орындаған ән ол Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы ән «Алғашқы махаббат жүректі тербеді». Енді лирик болғандықтан менің ойымша. Құрметті достар, менің келесі шығармамды Freedom Media платформасында көре аласыздар, тыңдай аласыздар, ләззаттана аласыздар.